Бүгінгі видеода біз әртүрлі фигуралардың атауымен танысатын боламыз. Яғни, осы жерде көрсетілген бірінші фигураны қарастырсақ. Бұл фигура аспандағы айға ұқсайды. Жалпы осындай фигуралардың аты шеңбер. Яғни, шеңбер деп жазайық. Шеңбер. Енді, фигураны шеңбер деп атау үшін қандай заңдылықтар болуы қажет? Яғни, ол үшін шеңбердің екі шетін, шеңбердің центрі арқылы жалғастыратын болсақ, мысалға, осылай жалғастыратын болсақ, осы ұзындық бірдей болу керек. Яғни, осы фигурада бұл заңдылық орындалып тұр. Яғни, екі жағын центр арқылы байланыстыратын болсақ, өлшемдері бірдей түзу шығып тұр. Бізге сопақ берілген. Енді осы сопақты шеңбер бекенін тексерейік. Ол үшін сопақтың центр арқылы екі жағын байланыстырамыз. Және де осы кезде центр арқылы өткен кесінділердің ұзындығы тең бе екенін қараймыз. Яғни, бұл жерде осы кесінді екінші кесіндіден қысқа. Яғни, бізде шеңбердің заңдылығы орындалмай тұр. Сол себепті бұл сопақ шеңбер болып саналмайды. Жалпы алғанда, әрбір шеңбер ол сопақ болып саналады. Алайда, әрбір сопақ шеңбер бола бермейді. Келесі фигураны қарастырсақ. Бізде сары фигура көрсетілген. Яғни, бұның үш жағы бар. 1, 2 және де 3. Жалпы осындай фигураны біз үш бұрыш деп атаймыз. Яғни, үш бұрышы бар деген сөз. Расымен де, яғни, осы көрсетілген фигурада 1, 2 және де 3 бұрышы бар. Осындай пішінді, яғни, үш бұрыш деп атаймыз. Енді келесіні қарастырайық. Мысалға, бізде осы жерде көрсетілген 4 фигураның қанша жағы бар? Мысалға санайық. Яғни, бізде 1, 2, 3 және де 4. Келесі фигураны қарайық. Яғни, 1, 2, 3 және де 4. Үшінші фигурада 1, 2, 3 және де 4. Дәл солай соңғы фигурада 1, 2, 3 және де 4. Осы жерден байқағанымыздай, осы жерде көрсетілген 4 фигураның да 4 жағы бар. Егер 4 жағы болатын болса, онда осы жерде көрсетілген фигуралар 4 бұрыш деп аталады. Яғни, олар 4 бұрыш деп аталады. Қазір 4 бұрыш деп жазайық. Жоғарғы жағына, яғни, бұлардың атауы 4 бұрыш. Осы жердегі бір ерекшелік, яғни, оларда 4 жағы бар деген сөз. 4 сөзі соны білдіріп тұр. Яғни, 4 жағы. Мысалға, бізде осындай фигура көрсетілсін. Яғни, бұл 4 бұрыш болып саналамы? Неше жағы бар? Қарастырайық. Яғни, 1, 2, 3 және де 4. Яғни, 4 жағы бар. Яғни, бұл да 4 бұрыштардың қатарына кіреді. Енді, сары фигураны, осы сары 4 бұрышты қарастырсақ. Бұл жердегі бір ерекшелік, яғни, бұрыштары тік. Барлық бұрыштары тік болып саналады. Егер бұрыштары тік фигура болатын болса, онда оның атауы тік 4 бұрыш деп аталады. Яғни, тік 4 бұрыш деп жазайық. Тік 4 бұрыш. Яғни, барлық бұрыштары тік болатын фигураны тік 4 бұрыш деп атаймыз. Мысалға, көкпен көрсетілген осы фигура тік 4 бұрыш па екен тексеретін болсақ, оның бұрыштары тік па? Жоқ, бұның бұрыштары тік болып саналмайды. Ал мысалға, жасылмен көрсетілген фигура ше, бұл тік па? Бұл да тік бұрыш болып саналмайды. Сол себепті оларды
қарастырмаймыз, яғни олар бізде тік төртбұрыш болып саналмайды. Ал осы жерде көрсетілген фигурамыз тік төртбұрыш па, қарайықшы. Яғни бұндағы бұрыштары тік. Солай ғой. Сол себепті осы жерде көрсетілген екі пішін, олар тік төртбұрыш деп саналады. Сарымен көрсетейік түсінікті болу үшін. Яғни бұлар тік төртбұрыштар. Енді тағы да бір ерекшелік, осы көрсетілген пішінде тек қана бұрыштары тік емес, сонымен қоса оның жақтары көк түспен көрсетейік, олар да тең. Олар бірдей өлшемді және де бұрыштары да тік болғандықтан, осындай фигураның атауы шаршы деп аталады. Яғни шаршы деп жазайық. Бұл шаршы фигурасы. Енді келесі жасыл түспен көрсетілген фигураны қарастырсақ. Яғни бұның жақтары тең. Яғни бірінші жағы, екінші жағы, үшінші жағы, төртінші жағы. Егер жақтары тең фигура болатын болса, ондай фигураның атауы ромб деп аталады. Яғни біз оны ромб деп жазамыз. Ромб деп аталады. Егер жақтары тең болса, ромб болғандықтан, осы жерде көрсетілген шаршының да жақтары тең. Сол себепті ол да ромб деп аталады. Яғни шаршы бізде тік төртбұрыш болып та саналады, және де ромб болып та саналады. Сол себепті біз жасыл түспен де шаршыны аламыз. Міне, енді келесі пішінді қарастырсақ. Яғни бұл жерде қарама қарсы, яғни осы көрсетілген пішіннің табандары қарама қарсы және де олар бір-біріне параллель. Бір-біріне параллель деген олар бір-бірімен ешқашан қиылыспайды. Алайда бүйір қабырғалары, яғни шеткі қабырғалары қиылысады. Олар қиылысады. Яғни осыдан егер бізге көрсетілген төртбұрыш фигураның қарама-қарсы жақтары параллель болатын болса, онда ондай фигураның атауы трапеция деп аталады. Яғни трапеция деп жазайық. Трапеция.